Құрметті оқушылар, сіздер Жезқазған тарихи археологиялық музейінің ғылыми қызметкері, суретші, зергер, қолданбалы өнер шебері Байділдин Кешубай Хамитұлының шеберлік сабағына келіп отырсыздар. Бүгін сіздер бұл кісінің еңбегімен алтын адамды жасау элементтері қалай жүргізілген тәсілмен, технологиясымен танысасыздар. Сабақ барысында сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Кешубайға айтыңыз. Құрметті балалар, көрікпенен осылай қыздырып, арнайы қалыпқа құямыз. Бірінші. Осылай құямыз. Содан мындай болып шығады. Кейін тазалап өздерің келғаннан кейін мындай болып дайын болады. Одан кейін арнайы ұрып мындайларға бекітесіз. Сосын мысты мына неге қойып не түседі. Аның өрнегі аған түседі. Кейін бұлай қиып алып, оны бояп, мынандай элементтер шығады. Басқа да түрлері бар. Мынандай нені құюға, жебенің басын оқтар. Мынандай да басқа да қалыптар қиып дайындалады. Кейін боялып жасалынады. Жалпы әдісі осы. Ана, көрдіңіздер ме? Ана түскенде. Жаңағы айтқандай мынандай тазалап аласыздар. Сосын мынаны орылдап мынандай шығара бересіздер. Қалдардың аттарын айтыңыз. Көрік менің өзі нағашы әкесінің көрігі 200 жылдай болған. Өзінің тарихы бар. Баяғы кезде ата-бабаларымыз осылай жасаған. Тері, қазіргі уақытта қазіргі балон дейді, басқаша нелермен жасайды, заманауи. Бұрынғы ата-бабаларымыз осы көрікпенен бүкіл зергерлік бұйымдарды, қару-жарақ барлығын осындай көрікпенен жасаған. Отты жағып, сосын шоқтандырып, шоқтың шоғына жаңа көріп өттіңдер, аны үрлеген кезде міне. Көрдіңіздер ме? Әлі қатқан жоқ. Осылай қолданған баяғы ата-бабаларымыз. Жалпы сол бұрынғы қолданылған зергерлердің бұйымдары бұларда. Ол ұсталар кезінде ұсталар таға, қақпан осындай басқа да бұйымдардың бәрін осы ұсталар соғып отқан кезінде жаубайшылық уақыттарында қару-жарақтың түрлерін жасап отырған. Балалар, сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. 2019 жылы балалар осы Жезқазған тарихи археологиялық музейінде бірінші алтын адамның көшірмесі орын тапты.
Бұл экспозицияны сіздер бұрында танысқан болатынсыздар. Осы көшірменің авторы Кешубай Хамитұлы ағаларымыз бүгін сіздерге осы жаңа құйма әдісін қалай жасайтындығын, технологиясын сіздерге көрсетіп отыр. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар. Алтын адамды білесіздер. Ұсталық туралы, зергерлік туралы сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Бес 10 минутта сыйғызып айта алмайсың оның бәрін. Жалпы мен бір тәсілін көрсеттім, қалай жасап. Бірақ көптеген әлде де жұмыстары көп, тәсілі көп. Енді мына алтын адамды жасауға 5 жыл дайындығын кеттік, 1 жыл жасауға, 1 жыл уақыт. Мына жерде 4000-нан астам нелері бар, шығыс нелері. Ана жерде көріп тұрғандай, сосын бәрі бұл алтын адам Есік қаласына табылған 1969 жылы. Олар бас киімінде қанша элемент бар білеміз ба? Алтын адамның. Ал бүкіл тұтас киімінде қанша алтын әшекей бұйым бар? 4000-нан асады. 4000-нан асады балалар. Бас киімде 150 зат бұйым бар. Қандай стильде? Қандай стильде соны? Аңдық стиль, жақсы. Бұл ең бірінші алтын адамның көшірмесі. Қазақстан бойынша қазіргі таңда 5 алтын адам табылып отыр. Нақты патша әулетінің мұрагерлері, тақ мұрагерлері ретінде 5 алтын адам табылып отыр. Ең біріншісі 69 жылы табылған, осы Есік қорғанынан табылған бірінші алтын адамымыз. Бұл тәуелсіздіктің символы балалар. Неден жасалғанын айтсаңызшы. Бұл енді өзіміздің жезқазғанның мысынан жасалынған. Кеудесіндегі шығыршықтар. Басқа да металдары бар. Сұрақ бар ма балалар? Қойыңдар, ұялмаңдар сұрақты. Бұнда кездесу бола бермейді балалар. Автордан сұрақ қалыңыздар. Өздерімді қол өнерімен айналысқыларым келе ме өскенде? Қазақ балалар тұйықтау болады осылай. Айтыңдар ұялмай. Сұрақтарың бар ма? Тілектерің бар ма? Ұлдар кәне сұрақ қойып. Араларында алтын адам жасағын келетін балалар бар ма? Осындай қалай керемет мені. Біздің қолөнер шеберіміз, музейдің ғылыми қызметкері Байдергенов Кешубай Хамитұлы мына осы алтын адамды бір күнде ғана жасаған жоқ, оны жылдар бойы зерттеді. Сондықтан осындай үлкен бір тарихи бір дүние шығып тұр балалар. Енді может іштерінде бір суретші болам деп, зергер болам дейтіндер бар ма? Әлі сендер ол туралы ойлаған жоқсың. Әлі ерте шығару. Сұрақтарың жоқ па балалар? Бәрі түсінікті ма? Жақсы. Көрдіңдер, қандай тәсілмен мынады құйып, қалыптарға құйып, жаңа әшекей бұйымдар жасайтын осы көшірмен жасаған кезде пайдаланған заттар міне осы заттар берді. Түсінікті ғой? Сен ойларыңды айтыңдаршы. Енді бүгін алтын адамның Бірінші жасалуы көріп тұрсыңдар? көрдіңдер. Қандай ой қалды сендер? Көргенде қандай әсер десіңдер? Әсер алдыңдар ма бір? Ұнады ма, ұнамады ма? Сендер тарих пәнін әлі өтпейді ғой да? Жоқ, нешінші класс? Бұлар 6-шы класс емес. 6-шы классынан бастап. Бұл Сақ ханзадасы. Есік қаласында 40 шақты қорған болған, соның 5-і үлкен қорғандар болған ғой. Соның 4-і тоналған екен де, бұл сол алтынмен табылған. Тұтастай.
бұл қазіргі балалар олар ана тарихты былай деп ойлайды ғой, бір сказка сияқты елестетеді. Бұндай жаңағы алтын адам тарихта болмаған сияқты деп, шын ғой енді бұл балалар енді өсе келе тарихтың түбін білгенде сендер уже осы бүгінгі кездесу, бүгінгі мына шеберлік сабақ сендердің естеріңе түседі. Кезінде осылай болған екен ғой деп, шын ғой енді солай жыл сайын сендер тарихты оқисыңдар ғой, ана тереңірек. Сол кезде сендерге көздеріңе осы алтын адам елестейтін болады. Сказка сияқты ғой енді, бір ертегі сияқты. Бұл өмірде жаңағындай